Барлықтарыңызға сәлем. Мақтадек үлпілдек, жоп-жұмсақ, бір жасағаннан ұқсап шығатын, ең бастысы үйдегі бар заттардан жасалатын осындай керемет дәмі тіл үйіретін бауырсақтың рецептімен бөлісемін. Менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен бастамас бұрын каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Бізге қажет болады 250 мл жылы сүт. Сосын 250 мл жылы су құямыз. Бір шай қасықта тұз қосамыз. Сосын 3 ас қасық 70 грамдай майонез саламыз. Майонез міндетті түрде қосыңыздар. Бұл бауырсақтың жұмсақ болуына септігін тигізеді. Сосын 3-4 ас қасық шекер қостым. Дәл осы рецептпен. Дәмі деген керемет болып шықты. Жақсылап бір араластырып жеріп, бір ас қасықта сухой кәдімгі дрож қосамыз да, бір 901 килограмдай ұн қажет. Осы ұнды електен жақсылап өткізіп алып, 2-3 бөліп қосып отырып, жұмсақ етіп қамыр илейміз. Ұнды бірден қосып жібермеңіздер. Қамырларыңыз қатты болып қалмау қажет. Мен пісте майды ұмытып кетіппін. Бір 2 ас қасықтай пісте май қосамыз. Осылай жақсылап араластырып отырып қамыр илейміз. Ең бастысы қамыр арасында комок болып қалмау қажет. Міне қолымызға жабысып жатыр, бірақ сонда да ұн қоспаймыз да, осылай жақсылап араластыра беріп, сосын тағы да бір 2 ас қасықтай пісте майды қосып жібереміз да, осымен қолға жабыспайтын болады. Енді қайтарып осылай қамырды ішіне қарай қайырып отырып, жақсылап қамырды июін қандырамыз. Ерінбей бір 6-7 минуттай осылай қайырып, қайталап қамырды осылай әдемі қылып жасап алыңыздар. Сол кезде бауырсақтарыңыз өте керемет болып ұқсап шығады. Мінеке қамырдың жұмсақтығы осындай болады. Енді осыған пищевой пленканы жауып, бетіне дастархан жауып, жылы жерге 1,5 сағатқа ашытып аламыз. Мінеке 1,5 сағаттан кейін қараңыздар. Арасында жарты сағаттан кейін қамырды бір-бір қайырып қойсаңыздар болады. 1,5 сағаттан кейін осылай әдем болып ашып шықты. Енді осыны дәл ортасынан 2 бөлікке бөлеміз да, бірінші бөлігін қазір жайып аламыз, екінші бөлігін бір шетке алып тұрамыз. Ең алдымен қолымызбен осылай кішкене үлкейтіп жайып алған соң оқтаумен жайып шығамыз. Қамырды қатты жұқа етіп, немесе қалың етіп жаймаңыздар. Мінеке қамырдың қалыңдығы осындай болып шығу қажет. Сосын өздеріңізді ыңғайлы етіп кесіп шығыңыздар. Мен стаканмен кесіп шықтым. Форманы қандай жасау өз еркілеріңізді әрине. Шетіне шыққан қамырларды да жинақтап, пакетке салып алып қоямыз. Ең соңында қосып, оны да жайып, формаларға келтіріп аламыз. Міне екінші қамырымыз. Екінші қамырды да дәл осылай жайып кесіп алатын боламыз. Барлық кесіп алған қамырларды осылай бір дастарханға жайып шығыңыздар, жабысып қалмау қажет. Сосын бетін жауып, бір 25-30 минутқа тындырып қоямыз. Сол кезде тағы да көтеріліп, әдем болып шығады. Қызып тұрған табамызға көптен мол қылып пісте май құямыз да, осылай қызарғанға дейін пісіріп шығамыз. Пісіріп жатқан кезде газды, яғни отты қатты қоймаңыздар. Орташа
отпен пісіріңіздер. Сол кезде бауырсақтарымыз тез беті қызарып, іші шикі болып қалмайды. Егер қатты отта пісіретін болсаңыздар, тез қызарып шығады да бауырсақ, сосын ортасы шикі болып қалуы мүмкін. Мінекей, асықпай орташа отта пісірген кезде осылай алтын түсті болып, әдемі болып, бір тегісте пісіп шығады. Дәл осылай рет-ретімен асықпай жай отта пісірсеңіздер, сіз ойлағандай өте керемет нәзік бауырсақ болып шығады. Егер рецепт ұнаған болса, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Мінекей, бауырсақтарымыз нәп-нәзік болып, үлпілдек болып, жұмсақ болып пісіп шықты. Дәмі де өте керемет болып шығады. Шекері де, тұзы да осы рецептпен өте керемет дәмді. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер көбірек жасайтын болсаңыздар, 2-3 есеге көбейтіп жасай бересіздер. Мінекей, келе жатқан Наурыз мерекелері, яғни де Рамазан айларында осындай керемет нәзік бауырсақпен қонақтарыңызды, отбасыларыңызды қуантыңыздар. Ас болсын.